Жақсы. Қалайсыз? Өз қалдарың қалай? Аман есен шүкір. Өскемен құс фабрикасының ардагерлер саябағында тұрмыз. Осыдан 10 жыл бұрын салынған парк қазіргі таңда кент тұрғындарының ең бір әдемі, ең бір сүйікті жерлерінің біріне айналды. Мен жалпы Айтас холдингіне келердің алдында қаншама жыл жастар саясатында болдым. Енді өздеріңіз білесіздер, жалпы жастар саясаты, жалпы ол жастар саясатына келердің алдында да мектеп уақытынан бастап өмірім, менің осы өмірге келгендегі миссиям жалпы қоғамға қызмет ету болған сияқты. Алғашында 22-ші жылы келгенде жалпы білім саласына келдік. Енді қазіргі таңда биылғы жылдың 2026 жылдың қаңтар айынан бастап Ұлан ауданының дамуына жауапты тұлға болдым. Қордың ең бірінші жасайтын жұмысы ол ауданға кірген кезде ауданның ұзақ мерзімді даму стратегиясы жасалады. Қазіргі таңда сол стратегиямыз аяқталуға таяды, себебі ол бір айда жасала салатын, бір аптада жасала салатын жұмыс емес, себебі үлкен бір анализ жасалады. Анализдің негізінде жалпы бұл ауданның экономикасы болашақта қандай бағытта қозғалу керек, қай бағытта даму керек деген экономикалық басым бағыттар таңдалады. Бұған дейінгі атқарған қызметімізде шын айтсақ қолымыз байлаулы болды. Бір рамкадан шыға алмаймыз деген сияқты. Енді қазір осы Айтас холдингіне келгелі бізге қиялдауға біраз мүмкіндік бар. Бізге жаңашылдықтарды зерттеуге мүмкіншілік бар. Жаңа бір үрдістер, жаңа бір дәстүрлер болмаса әлемдік практикаларды зерттеуге үлкен мүмкіндіктер ашылды. Себебі жалпы холдингтің ұстанымы біз бұрынғы көшпенді халықтың ұрпағымыз ғой. Сондықтан ал көшпенділер өздеріңізге белгілі, олар әрқашанда сапарда, әрқашанда жаңа жерлерді бағындыру, жаңа бір үрдістерді қабылдау, жаңа бір мәдениеттерді көріп, оны ары қарай зерттеумен болған. Енді тура сол қағида, тура сол философия қазір біздің холдингте дамып жатыр. Қазіргі таңда бұл саябаққа әр кірген сайын осы жердегі саябақтағы ойын алаңындағы ойнап жүрген балаларды көріп, таңертең таңғы сағат 6 кезіндегі апа-аталарымыздың қыдырып кешке саябақ толы, шулы болып тұрғанының байқаған кезде біздің істеп жатқан қызметіміздің шынымен де пайдалы екеніне көзіміз жетеді. Себебі осындай балалардың күлкісі, балалардың шуы біздің ары қарайда қозғалып, ары қарай жұмыс істеуімізге шабыт береді. 12-ші қыркүйек күні дәл осы Қасым Қайсенов кентінде үлкен Намат әлемі атты фестиваль болады. Бұл фестивальдің негізгі мақсаты бұрынғы дала мәдениетін қазіргі заманауи өнер мен заманауи мәдениетпен байланыстырып, біздің көшпенділердің ұрпақ екенімізді тағы да бір дәлелдеу. Тағы бір айта кеткім келетіні, сол фестивальге барлық келемдеуші қонақтарды шақырамын. Әдемі болады, қызықты болады. Одан бөлек біздің бұл жерде болатын фестивальден бөлек Ақмола облысы Макинск қаласында тағы бір үлкен фестиваль және де ең қорытынды фестиваль Алматы қаласында өтеді.